Бүгінге сіздерге дайындаған сабағым зат есімнің жекеше және көпше түрі. Зат есім жалпы noun деп аталады, ал жекеше зат есім singular noun деп аталады. Көпше зат есім plural noun деп аталады. Достар, біз егерде бір көлікті айтқымыз келсе, ағылшындар негізінен бір дегенді деп көрсеткен. Біз өткен сабақта артикльдерді өткен болатынбыз, сол кезде айтып өттік. Бір машина деп ататын болсақ, car. Ал егерде екі көлік деп оны көпше түрге ауыстырғымыз келсе, жалғауын жалғаймыз, сонда cars болады. Car, cars, ешқандай артиклсыз. Көпше түрде ешқандай артикль болмайды. Тағы да бір мысал келтірейін. Мысалы, бір қалам деп айтайық. A pen, pens деп екі қаламды айтамыз. Немесе көптеген қаламдарды pens деп жалғауын жалғаймыз. Достар, бірақ та зат есімнің барлық түріне, барлық зат есімдерге жалғауы жалғанады деген сөз емес. Бұл жерде зат есімдерге байланысты, сөздерге байланысты әртүрлі жалғаулар жалғанады. Немесе толықтай түбегейлі өзгеріп кетуі мүмкін. Бірінші жағдайда зат есімге sh, ch, ss және s және де x, z әріптерімен аяқталса, онда бұл зат есімдерге es жалғаулары жалғанады. Мысал келтірейік, a watch, watches. Сағат, сағаттар деп айтып тұрмын. Және де a class, classes. A box, boxes. Қорап, қораптар деп айттым, түсінікті деп ойлаймын. Екінші жағдайда, егер де зат есім y әріпіне аяқталса, бұл жерде y әріпі, егер де y әріпінің алдында ескеретін жайт, y әріпінің алдындағы әріп дауыссыз дыбыс болса, онда зат есім көпше түрде ке айналып кетеді. Мысал келтірейік, достар, сіздерге түсінікті болу үшін. A country, country дегендегі y-дың алдында дауыссыз дыбыс, сондықтан countries өзгеріп кетеді. A city, cities деген сияқты өзгереді. Ал егер де, достар, жаңағы y әріпінің алдыңғы әріпі дауысты дыбыс болса, онда просто жай ғана s әріпін қоса саласыздар. Мысалы, a toy, toys, boy, boys. Түсінікті деп ойлаймын. Үшінші жағдайда зат есім жекеше түрден көпше түрге толықтай түбірмен бірге өзгеріп кетеді. Бұл кезде ағылшынша irregular деп атаймыз. Яғни бұл кезде мысал келтірейік, a person деп бір адамды айтсақ, people деп көп адамдарды айтамыз. Яғни толық түбірмен өзгеріп кетті. Және де a child деп айтсақ, бір бала, яғни children деп біз көп бала айтқан кезде түбірмен толықтай өзгертіп тастаймыз. Бүгінге осы сабақ түсінікті деп ойлаймын. Егер де сабақ түсінікті болса, комментарийға 3 мысал қалдырып кетіңіз. Bye!